700-ші есеп z және x айнымалыларының мәндері мүмкін болмайтындай етіп теңдік жазыңдар дейді. Яғни есептің номерін жазып алайық. Біріншісінде x тең болады 3,4, z тең болады -8,1. z және x айнымалының мәндері мүмкін болмайтындай етіп теңдік. Яғни бізде санды жаңағы нөлге бөлуге болмайды деген ереже бар, я? Ондай болса, қалай деп жазсақ? Кез келген осылай өрнек құрастыруға болады. 9 бөлу жақша ішінде x азайтылған 3,4 деп қосу. Қосу 16 бөлу 8,1 плюс z деп құрастыруға болады. Міне осы өрнекте x-тің орнына 3,4 қоя алмаймыз. Өйткені 0 болып кетеді бөлгіш. z -8,1-ді қоя алмаймыз. 8,1 -8,1 тағы 0 болып кетеді. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Осындай құрастыруға болады. Бұл жерде де 9, 16 деген орнына кез келген сан жазуға болады. Келесі екіншісінде x-тің мәні 3-тен 1 плюс 7-ден 2-ге тең болмау керек. z-тің мәні 9-дан 4 минус 12-ден 11-ге тең емес болу керек дейді. Енді ондай болу үшін өрнектің мәнін есептеп көрейікші. Былай жазамын, онда тағы осы сияқты кез келген бір санды 10 дейік. 10 бөлу мынау неше? 3-тен 1 қосу, астына толық жаза салайын керек. 3-тен 1-ді 7-тен 1-ге қоса алайын, неше шығады екен? 7-тен 2-ге деген ортақ бөлім 21, 7-ден 3-тен береміз. Сонда 21-ден 7 қосу 6 тең болады 21-ден 13. 21-ден 13. Ондай болса 10 бөлінген деп жазам. 21-ден 13 азайтылған x дейм. X-тің мәні 21-ден 13-ге тең ғой, міне мына өрнектің мәні. Ондай болса 21-ден 13-тен 3-тен 1 қосылған 7-тен 2-ні азайтып тастайтын болсам, 0 болып кетеді, бөлгіш 0-ға тең емес. X-ті алып алдық, енді z-ға қатысты. Ондай жерде минус бола берсін бәрібір. 6 дейін бөлу дейік жақшаның ішінде. Z-тің мәнін есептеп алайық енді. Z-тің мәні 9-дан 4 азайтылған 12-ден 11. Ортақ бөлім 36 болады. 4-тен 3-тен береміз. 36-дан 16 азайтылған 11-ді 13-ке көбейтемін. 3, 1, 1, 3, 4, 143 болады. Енді бұл жерде үлкені 143, таңбасы минус. 143-тен 16-ны азайтамын. Сонда 7, 3 қалады, 2, 1, 127. Сонда 127-ні 36-ға бөлейін. Нешеден болады? 4-тен аз кетеді. 3-тен берейік. 18, 1 ойда, 9 ойдағы мен 10. Сонда 9, 19 қалдық қалады. Минус 3,36-дан 19 екен. Ондай болса жазам. Минус 3,36-дан 19 шығады ғой мынау. Ондай болса мен 3,36-дан 19 дейм. Плюс z дейм. Сонда 3,36-дан 19-ға минус 3,36-дан 19-ды қоссам, ол z-тің мәні 0 болып кетеді, ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Онда z-тің мәнін қабылдамайды екен, мұна мәнді қабылдамайды. Осылай құрастыруға болады. Так, енді үшінші өрнек бар бізде. 3-те x-тің мәні 0,128 қосылған 25-тен 18. Z-тің мәні 7,184 бөлу 4 минус 1,196. Бұл жерде кез келген құрастырып бастаймыз. Межде бөлгіш алымына не деп жазайын? 12 деп жазайын, немесе өрнекті жазуға болады бәрібір. X-ті есептеп алайын, неше болады екен? X тең болады 0,128 қосылған 25-тен 18 тең болады 0,128 қосылған, мынаны 4-ке көбейтіп жерем. Сонда 0,100-ден
4-ке көбейтсем 2, 3 ойда 72 болады. Екеуінің қосындысы артынан 0, 1 ойда 9 ойдағы мен 10, 0 жазам 1 ойда 0-ге 0 ойдағы мен 1 бүтін шығады екен. Ондай болса жақшаның ішінде 1 азайтылған x деп жазам. Сонда x-тің орнына 1-ді қоюға болмайды. Ондай болса x-тің мына мәнін қабылдамайтындай өрнек құрастырылды. Енді міне жерге плюс тикті 7 дей салайын, бөлгіші z-қа тең емес болатындай. Ондай болса z-тің мәнін есептеп алайын өште. Z тең болады 7,184 бөлінген 4 минус 1,196. 4-ке бөлсек 7-нің ішінде 1 рет бар, 3 қалдық қалады, 38-дің ішінде 9 рет бар, 36-ны азайтам, 2 қалдық, 24-дің ішінде 6. 1,196 шығады екен, азайтам 1,196-ны. Тең болады 0. Z-тің өзі 0 болып тұр екен. Ондай болса, бұл жерде бөлу z деп қана жаза салам болды. Z-тің орнына 0 қоюға болмайды ғой, санды 0-ге бөлуге болмайды. Ондай болса, мына мәнін өрнекті қабылдамайды z. Осылай құрастырамыз. 701 есеп алгебралық өрнектің мағынасы болатындай айнымалының мәнін табыңдар дейді. Бірінші өрнек жақша ішінде x плюс 8 көбейтілген x плюс 14 көбейтілген x минус 11. Бұл жерде барлығы көбейту, санды кез келген санмен көбейте беруге болады. Тіпті 0-ге де минус плюс санның барлығына. Ондай болса, x-тің орнына кез келген санды қоюға болады. Екіншісін қарастырайық. Екіншісінде жақша ішінде x плюс 1 көбейтілген x плюс 2 бөлу x плюс 3. Енді бұл жерде бөлімінде, яғни бөлгіш x бар. X плюс 3 бөлгіш болып тұр, ал бізде бөлгіш 0-ға тең болуға болмайды. Яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. X плюс 3 тең емес 0-ға, ондай болса x тең емес минус 3-ке. X-іміз минус 3-тен басқа барлық мәнді қабылдай алады. Келесі үшінші 4 минус x бөлу 5 минус x көбейтілген 8 плюс x. Бұл жерде так бөлгіш 5 минус x көбейтілген 8 плюс x. Ондай болса 5 минус x тең емес 0-ға деп жазам. Бұл жерде 8 плюс x бөлгіш емес, ол көбейткіш үстіне шығып кетеді. Мына жерде тең емес 0-ға, ондай болса x тең емес 5-ге 5-ті қойсақ 0 болып кетеді, ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Ендеше 5-тен басқа кез келген мәнді қабылдайды өрнек. Келесі төртінші өрнек. Бұл жерде 81 плюс x бөлу 19 плюс x бөлу 47 минус x. Бұл жерде екі бөлгіш бар. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Ондай болса 19 плюс x тең емес болу керек 0-ға, x тең емес болу керек минус 19-ға, және де 47 минус x деген бөлгіш тең емес 0-ға. Бұл жерде x тең емес болу керек 47-ге. X минус 19 бен 47-тен басқа барлық мәнді қабылдайды. 702 есепте z айнымалысының мәні мүмкін болатындай теңсіздікті жаз дейді. Яғни z 0-ді қабылдай алатындай теңсіздік. Өрнек түрінде құрастыратын болсақ, мысалға z плюс 2 так үлкен не тең нешеден болсын? 2-ден жоқ, қызықсыз бұл қалады. Так, бұл жерде z плюс 2 үлкен не тең минус 3-тен деген сияқты осылай құрастыра берсек болады. Z сонда үлкен не тең болады, 2 былай барады, минус 5-тен. Оның ішіне 0 кіреді. Бірінші нау, кез келген әртүрлі құрастыра беруге болады ғой, сонда Z тең 0 бола алады. Мүмкін. Екіншісінде Z тең минус 15-ке болатындай дейді. Ондай болса 2Z, кішкен қызықтырақ болды ма? 2Z плюс 6 кіші болсын. Нешеден?
бізде минус 15-ке тең болу үшін минус 4-тен кіші z сондай болу керек, минус 15-тен үлкен саннан кіші болу керек. Ондай болса, біз неше деп алсақ 6 минус болып барады мына жаққа. Сонда мына жаққа минус 4-ті қойсам егер, минус 4, минус 6, минус 10 болады. Минус 10-ды 2-ке бөлсек минус 5. Z минус 5-тен кіші, оған 15 кіреді. Ондай болса, мына теңсіздікті де қанағаттандырады минус 15 деген мән. Немесе орнына қойып көрсек болады, я? Минус 30 плюс 6 болады минус 24, минус 24, минус 4-тен кіші деген сияқты. Үшіншісінде z тең 4,8. Тағы қандай құрастырсақ болады? Z минус 3 көбейтілген 2 үлкеніне тең болсын. 4,8-ді қойған кезде мұнда 4,8 минус 3 1,8 болады. 1,8-ді 2-ке көбейтсек 3,6 болады. 3,6 үлкеніне тең болу үшін мына жақта неше тұру керек? 2 мысалға, сонда мына жақта 3,6 шығып тұр. Үлкеніне тең 2-ден, ондай болса z тең 4,8 деген мәнді бұл теңсіздік қабылдайды. Және соңғы төртіншісінде z тең болады 26,3-тен 1 болатындай. Так, z минус деп бастадым ба? Z минус бола берсін. Z минус 5. Z 26,3-тен 1-ді қойсам, мына жерге 26,3-тен 1-ден 5 алсам, 21,3-тен 1 шығады. 21,3-тен 1 кіші бізде 25-тен. Осылай болсын. Мына жерде z тең болады. Z кіші 30-дан ғой. 30-дан кіші 26,3-тен 1. Ондай болса z бұл мәнді қабылдайды. Осындай әртүрлі әркім өзі мысал құрастырады. 703-ші есеп, екі теңсіздік бір мезетте тура болатындай айнымалының екі мәнін атаңдар дейді. Бірінші теңсіздік y кіші 10-нан, екінші теңсіздік y үлкен 1-ден. Яғни былайша айтқанда екеуі бірдей орындалатындай дегенде y 1-ден үлкен, бірақ 10-нан кіші болу керек, қос теңсіздік түрінде жазайық. Сонда 1 мен 10-ның арасындағы кез келген сан 2 санды ата деп тұрмағында 2 мен 3-ті ата салайық. 4, 5, 6, 7 деп 10-ға дейін кез келген санды жазуға болады. Келесі екіншіде y кіші не тең 6-дан, y кіші не тең минус 3,10-нан 7-ден дейді. Бұл жерде екі теңсіздікті де бір мезетте қанағаттандыратын мән ол y минус 3,10-нан 7-ден де кіші, 6-тан да кіші. Ондай болса, біз минус 3,10-нан 7-ден кіші мәнді аламыз. Y тең болады минус 6 немесе кез келген минус 10 деп тала беруге болады. Ол 6-тан да кіші, 3,10-нан 7-ден де кіші минус. Келесі үшінші теңсіздік. Y кіші не тең 81-ден және y үлкен минус 13-ден. Бұл жерде біреуінен кіші, біреуінен үлкен. Сонда қос теңсіздік түрінде минус 3-тен үлкен, бірақ 81-ге тең не одан кіші санды айтамыз. Y тең болады минус 10-ды алуға болады, немесе 81-ге жақын бір санды аламыз, 80 деп алуға болады. 81-дің өзін алуға болады. Төртінші. Y кіші не тең 20-дан, бірақ мұнда да кіші не тең, екеуінен де кіші. Онда ең кішісі минус 2 ғой, сонда минус 2-ден кіші не оған тең санды аламыз. Минус 2-ның өзін алуға болады. Минус 5, минус 10, минус 1 деме, минус 2-ден төмен барлық теріс сандарды ала беруге болады. 704-ші есепте берілген өрнектің мағынасы болатындай айнымалының мәнін табыңдар. Бірінші өрнекте 47 бөлу жақша ішінде x плюс y минус 128. Бізде санды нөлге бөлуге болмайды. Ондай болса бөлгіш нольға тең емес. X плюс y бізде бөлгіш болып тұр, ол нольға тең болмау керек. Сол кезде өрнектің мағынасы болады. Ендеше x пен y-ке нөлге тең болмайтындай бір мән таңдаймыз қосындысы. X тең 5 десем, онда y минус 5-ке тең болмау керек, қалған барлық мәнді қабылдайды. Кез келген санды ала береміз. 0, 7, 5, 9, 10 деп 10-ды ала салам.
әркім өзі жазады. Айту екеуін қосқан кезде 0 болып кетпейтіндей сандар болу керек. Екіншісінде өрнек 17 бөлінген x минус 8 плюс 19 бөлу y плюс 16. Бұл жерде екі бөлгіш. Бірінші бөлгіш x минус 8 тең емес 0-ға болу керек. Ондай болса x тең емес 8-ге 8-ден басқа кез келген санды алуға болады. Мына жақта y плюс 16 бөлгіші тең емес 0-ға. Ондай болса y тең емес минус 16-ға. Минус 16-тан басқа кез келген мәнді қоюға болады бұл жерде. Мына жерде жұптарды таңдасақ, қосындысы 0-ға тең емес болатындай. Ал бұл жерде 8-ден басқа кез келген x ала береміз. Мына жерде минус 16-тан басқа кез келген y-ті таңдай береміз. Үшіншісінде 39x плюс 19 бөлу 4 минус 275 бөлеміз көбейту x бөлу y. Бұл жерде бөлгіш бізде біреу ғана, ол y. X-ке кез келген санды қоя беруге болады. Өйткені ол көбейткіш болып тұр. Кез келген санға санды көбейте бере аламыз. Ал y бөлгіш болып тұр. Y 0-ға тең болмау керек. 0-ден басқа y барлық санды қабылдай береді. Тек қана 0-ді қоймасақ болды. Мысалы келтір десе, мынаған 0-ден басқа барлық санды айта береміз. 4 бөлу келесі 39x плюс 19 азайтылған x көбейтілген 275 плюс y. Енді бұл жерде қараймыз да, бөлгіште айнымалы тұр. Сонда бөлгіш 0-ға тең емес. 39x қосылған 19 тең емес 0-ға. Ондай болса теңдік шешеміз. Теңдеу 39x тең емес минус 19-ға. Ондай болса x тең емес минус 19-ды 39-ға бөлеміз. Қысқармайды, сонда x минус 39-дан 19-дан басқа барлық мәнді қабылдай береді. Ал y-ті қараймыз. Y көбейткіште тұр, мұнда қосынды көбейтіліп тұр. Яғни кез келген санға санды көбейтіп қоса беруге болады. Ондай болса y-міз кез келген санға тең болуы мүмкін.